Жылқы адамзаттың ең адал серігі. Ал қазақ үшін ол ұлттық рухани символы. Жылқы малы таңғажайып жануар. Жылқылар аузымен дем ала алмайды. Олар тек мұрын арқылы ғана тыныс алады. Себебі бұл олардың ұзақ шабысқа шыдауына көмегін тигізеді. Ерекше қасиеттерінің бірі, олар тұрып ұйықтай алады. Жылқылардың аяқтарындағы ерекше реттеу механизмі оларға тұрып дем алуға мүмкіндік берген. Зерттеулерге сүйенсек, жылқы жүріп келе жатып мызғып алатыны бар. Жылқының есту қабілеті өте жоғары. Олар адам естімейтін дыбыстарды естиді және құлақтарын 180 градусқа бұра алады. Жылқы малы күйіс қайтармайды, басқа жануарлар секілді кекіре алмайды. Асқазанындағы ерекше бұлшықет сақинасы тамақтың кері шығуына жол бермейді. Жылқыда шамамен 205 түрлі сүйек бар. Бірақ та кейбір жылқыларда, мысалға алатын болсақ, араб жылқыларында қабырғалар мен омыртқалар саны аз болуы мүмкін. Жылқылардың көру қабілеті де өте жақсы дамыған. 360 градусқа жуық аумақты көре алады. Олардың көздері монокулярлы, яғни әр көз алдына басқа нүктеге фокустала алады. Жылқылардың есте сақтау қабілеті өте жақсы дамыған. Олар адамдарды, орындарды және оқиғаларды ұзақ уақытқа дейін есте сақтай алады. Бүгінгі күнде жылқының 400-ден астам түрі бар. Олардың биіктігі 76 сантиметрден 175 сантиметрге дейін болуы мүмкін. Жылқылардың ас қорыту жүйесі өте ерекше. Олар күніне 16 сағатқа дейін үздіксіз шөп жей алады және тұрақты түрде тамақтануы қажет. Бүгінгі мәліметтер сізге қызық болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.